Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Türk dilde özür dilemeyi öğreneceğiz. Selam dostlar. Benim dersime hoş geldiniz. Bugün biz sabahta Türk dilinde қалай кешірім сұрау керек, соны үйренетін боламыз. Бірінші жолы ол pardon. Pardon деп мысалы біреудің аяғын басып кетсеңіз дейік, сіз pardon деп айтсаңыз болады. Бұл жеңіл әрі қысқа нұсқасы. Немесе çok pardon деп айтсаңыз болады. Келесі кешірім сұрау ол affedersin. Affedersin кешір деген сөз. Ал егерде beni affet десеңіз, мені кешір деген сөз. Ал егерде үлкен адамға немесе танымайтын адамға айтатын болсаңыз, affedersiniz деп айтасыз. Мысалы біз сабаққа кешіккен жағдайда affedersiniz hocam, gelebilir miyim деп айтатын едік. Özür dilerim. Бұл үшінші түрі. Özür dilerim деген кешірім сұраймын, кешірім өтінем дегенге мағынасы сай келеді. Достар, бүгін мен осы сіздермен бірге болған Шолпан Асылбекқызы. Каналға тіркеліп, лайк басыңыз, сұрағыңыз болса комментарийге қалдырсаңыз болады. Келе-келе. Hoşça kalın.